Саламатсыздар ма? Бүгінгі күніміз бастаймыз. Сұрақ жауап өткендегі сіздердің сұрақ қойған сұрақтарыңызға соларға жауап береміз. Ойбой, мына жақта бір сүзісіп жатыр ғой. Сол бойынша қазір сұрақтарға жауап береміз. Мына жақта малға жемін дайындап жатыр. Мына жемдерін осы жақта дайындап, сосын малдардың алдарына береміз. Сұрақтарға жауап береміз бе? Сұрақ қойын, жауабын айтарсыз. Малдарды қаншадан алдыңыз дейді, алған кезде бастапқыда. Және де килограммы қанша болды дейді. Бұл март-апрельдің қозылары. Бұларды алғанда қанша 15-20 килограмм еттер болды. 15-20 килограмм еттер болды. Қазір алды 30 болып тұр. Арты 22 болып тұр. Қалай жем беруіңіз, қалай бастадыңыз? Қазір қалай беріп жатсыз? Кебек. Қалай бастадыңыз бірінші? Қойлардың жемдері басталды ма? Бидайлармен басталды ма? Бірінші келгенде бұлар 2 айдай жүрді, жайылып жүрді. 2 ай жайылып жүрді. Сосын бір 15 күндей. Бұлардың қазір тұрғанына 1 ай болды. Бірінші бұлар жайылымда болды. Көк шөп жеген, жайылым, жем жемеген, кебек жемеген. Тек жайылымда. Қазір жемге тұрғанына 1 ай болды. Бірақ бірінші кезде осылай кебек беріп алдық. Тек кебек. 15 күндей тек кебек берілді. Сосын кебек жақсы да малдың ішін тазалап алдым. Көтерді ма мал? Иә, көтерді. Жайлап көп бермей, азғантайдан беріп, кебек жегізіп үйретіп алғансын. Жайлап 100 грамдап, сосын бидайдың жармасынан қосып бастадық. Кебекпен араластырып. Иә, кебекпен аралас. Қазір 50-де 50% кебек, 50% дәнді дақыл. Жармадан. Ол бидай жарма, арпа жарма, жүгері жарма. Қазір қаншадан жеп жатыр енді? Басында бір 100 грамнан қосып бастадық бидайды. Қазір где-то 450 грамнан жеп тұрғы бір жегенде. Бір жегенде бір мезгілде 450 грамнан жеп тұр қазір. Сонда 800-900 грамм бидай жеп тұрғы бір күнде бір қойға. Осыны енді 1,5 килоға дейін апарамыз. Жайлап қосып, ақырындап қосып. Басында жай кішкене ауырлық болып қалып барып үйренді. Иә, кішкене көп беріп жемеген малға ауыр болады. Кебек жегізіп алу керек. Айсұлтан беркеш. Кебек, кальций, тұзы бар. Тұз ғой. Айсұлтан. Арпа жарма. Енді нау? Бұл бидайдың жармасы. Ол бидай бере берсе де арпа береді. Біз енді бәрінен қосып жатырмыз. Семірсін, жақсы болсын еті деп. Бидайдан да, арпадан да. Арасында тұз сеуіп тұрамыз, кальций.
Қаншаға дейін барады енді қойды. Қанша неге дейін ұстасақ баруға алып барамыз жоспарда. Көрем, ыңғайлы. Қанша болып тұр қойлар? Килограмм. Басы? Дәулері, үлкендері. 30 килоға дейін барып тұр. Жүгері. Жүгері. Көрініп тұр, сап-сары екен. Осыны араластырып, беріп, тағы да бір қайталап, беремін. Сонда әр басқа қазір 450-500 граммнан жем жеп тұр ғой қазір. Әр бас бір жегенде. Азында 450, кешке 450-500 дей. Осыны қазір енді араластырамыз жақсы. Шөбі бар, тоже екі мезгіл. Екі престен. Қазірден араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін жемін шашып береміз. Сол кезде тағы да бір көрсетемін. Жемін салып жатырық. Жаңа дайындаған жемдерін. Ойбай, мына жер тарылып кетті. Ал. Кезекті. Жәлдегі жүгері, арпа, кебек. Şevval, hadi saçla. Ал. Кешкі жемдерін жеп жатыр. Ал. Тағы сұрақтарыңыз болса айтыңыздар. Видеоға осылай түсіріп. Yes, no, tabii. Bir olay şıkladı.
Ал осымен аяқтаймын. Сау болыңыздар.